Дәл осы чебуректің қамырын морозильникке де сақтауға болады. Бірден сәтті шығатын қытырлағы жұп-жұмсақ чебуректің рецептін сақтап алыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындау үшін қайнап тұрған суға тұз салып жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнның үстінен құямыз. Сұйық май құйып, бірінші қасықпен, одан кейін қолмен араластырып, 55 граммнан 15-16 бөлікке бөліп аласыздар. Одан кейін бетін жауып пакетпен қойып қоясыздар. Салмасына сыр мен укропты пайдаландым. 10-15 минут өткен соң қамыр осылай тегіс әдемі жайылады. Ортасына салмасын салып, қолыңызбен басып, және де осындай пышақпен кесіп шықтым. Енді барлығын матасүлгіге қойып, қызып тұрған майымызға жай отта пісіріп алатын боламыз. Осылай бетіне май құйып тұрсаңыз, әдемі ісініп, осындай түйіршіктері пайда болады. Осылай қып-қызыл қып қуырып аламыз. Чебуректі мен сіздерге кениялық цейлондық байджи қара шаймен ішуді кеңес беремін. Қоспасыз, краси селсіз таза шайдың бірі. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшам пайдалы, тіркелуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын. Әйел адамдардың маткасы суықтаса, миома болса, киста болса, осы халық емін пайдаланып көріңіз. Ең бірінші пиязды жақсылап жуып алып, үстінен 2 стакан су құйып, 10 минут жай отта қайнатасыздар. Осы емдік сусынды бөлек банкіге сүзіп құйып аласыздар, және күніне 3 реттен ішіп отырасыздар. Жылы күйінде жарты бокалдан ішсеңіздер жеткілікті. Парақшам пайдалы, тіркеліп алыңыз, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Бауырсақ пісіргенде қамырыңыз көтерілмей, арасы шикі болып пісіп жатса, осы рецепті міндетті түрде сақтап алыңыз. Бауырсағыңыз үлпілдек, мамықтай жұмсақ болып шығады. Алдымен таза ыдысқа жылы суымызды, жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде қолдың қаймағын қоссаңыз, осындай жұмсақ үлпілдек болып шығады. Қант, тұз, дрожжи салып, жақсылап араластырып, үстіне електен өткізілген ұнды саламыз. Төменге мөлшерін жаза кеттім. Қамыр қатты жұмсақ емес, қаттылау қамыр болған дұрыс. Азғантай сұйық май құйып, жақсылап майын сіңдіріп, осылай илеп аламыз. Бетін жауып жыл жерге қойып қойдым. 1 сағат 5 минутта дәл осылай көтерілді. 3 суалаға бөліп алып, дөңгелетіп немесе 4 бұрыштетіп бауырсағыңызды дайындайсыз. Сонымен қоса 10 минут осындай мата дастарханда тұрғаны дұрыс. Орташа отта қызартып пісіріп аласыз. Бауырсағымыз дайын болды. Дәл осындай ыстық бауырсақты бенута до шоколадымен жесеңіз өте дәмді болады. Сонымен қоса цейлондық кениялық осындай байджи қара шайын ұсынамын. Үнемі қолданатын таза шайлардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепті сақтап алып, жақыныңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Ас болсын, қыздар. Қыздар, қараңыздаршы, қонақ шақырғанда ет асып манты жасай бермей, арасында осындай ерекше астауға салып тағам ұсынсаңыз да болады. Мен тартылған етке пияз, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып, осылай ұрғылап аламыз. Одан кейін піскен жұмыртқаны дәл ортасына орналастырып дөңгелетеміз. Және де картопты турап, қызып тұрған майға жақсылап қызартып қуырып аламыз. Пісірудің қажеті жоқ, тек қана қуырамыз. Қазанның түбіне аздаған майын қалдырып, пияз бен сәбізді қуырып, үстінен капуста салып, жаңағы қуырған картошканы, дөңгелектенген фаршты салып, су мен томат пастасын, тұзды араластырып, соусын құйып 35 минутқа демдеп қоямыз. Егер де сіз астау іздеген болсаңыз, мен сізді Black фирмасының ағаш бұйымдарын алуды кеңес беремін. 1989 жылдан бері Көкшетау қаласында ашылып, қазіргі таңда Астана, Алматы, сонымен қатар Шымкент қаласында да жаңа нүктесі ашылды. Шымкент қаласында Бауыржан Момышұлы 20А адресіне келсеңіз, қолыңызбен көріп, осылай таңдап алуға болады. 35 минут өткен соң тағамымыз дайын болды. Осы Black фирмасының астауына салып ұсынып жатырмын. Міндетті түрде дайындап көріңіз, баршаңызға ас болсын. Егер де үйіңізде азғантай ақ фарш қалса, осындай дәмді тағам жасаңыз. Бірінші табаға сармай салып, пиязды, болгар бұрышын 4 бұрыштетіп турап, жақсылап қуырып аламыз. Үстінен жаңағы азғантай фаршымызды саламыз. Томат пастасын және де тұз салып, жақсылап 5 минут қуырып, үстінен су құямыз. Одан кейін су қайнамай тұрып, кемей өнімінің осындай қатты жаймасын алып, тең ортасынан бөліп, ретімен орналастырып шығамыз да, бетін жауып, жай отта 15 минут бұқтырамыз. 15 минутта қамыр піседі. Үстіне ірімшікті себелеп шығамыз. 2 минутта осылай еріп, әдем болып тұрады. Жұмыстан шаршап келгенде тез арада дайын бола қалатын ең дәмді тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Таңғы асқа сыр күріш дайындап көріңіз. Каша пісіре алмайтын қыздар, мұқият қараңыздар. Дәмі өте дәмді әрі пайдалы кашалардың бірі. Ең бірінші күрішті алдын ала жібітіп қоямыз. Яғни таңертең істейтін болсаңыз, түнде осылай су құйып жібітіп қоясыздар. Мен 5 басмати күрішін пайдаландым.
Енді қазанымызға салып, үстінен кәдімгі су құясыздар 2 стакан. Одан кейін осы суы қайнап тартылғанша осылай қайнатамыз. Және де үстінен сүт құямыз 2 стакан. Және де сүті тартылғанша тағы қайнатамыз. Дәмді болу үшін сары май және де қоюлатылған сүт, яғни сгущенка қосасыздар. Дәмі күшті болады, қыздар қант қосқаннан гөрі осындай сгущенка қосып көріңіздерші, дәмі тема болып шығады. Мен сіздерге кениялық Байджи Масай Мара шайын ішуді кеңес беремін. Ешқандай красительсіз, қоспасыз, таза шайлардың бірі. Осымен рецепт дайын болды. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.